негиз бәсекеге кабилеттүү элдеринин катарына кирүү болду. Осы жылдар ішінде мемлекеттік қызмет жүйесінде 3 реформа жүргізілді. Қарастырылып жатқан бағыттағы институционалдық бастауды заңды күші бар президенттің мемлекеттік қызмет туралы жарлығына қол қою болды. Аталған құжат қабылданған соң мемлекеттік қызметтің қағидалары, лауазымдар иерархиясы, қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктері белгіленді. Құқықтық мәртебесі анықталып, және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер енгізілді. Дамудың келесі кезеңі Қазақстан 2030 стратегиясын бекіту болды. Оның барысында кәсіби үкіметті қалыптастыру ұзақ мерзімді басымдылық болып анықталды. Бұл міндет мемлекеттік қызмет туралы заңды қабылдаумен іске асырылды. Бүгінгі таңда жүйелі реформалардың нәтижесінде меритократия, яғни тиімділік пен қоғамға есеп берушілік қағидаттарына негізделген бірегей модель құрылды. 100 нақты қадам ұлт жоспарының бірінші бағытын іске асыру шеңберінде кадрларды жалдау, даярлау және ілгерілету жүйесі жетілдірілді. Персоналды басқарудың қазіргі заманғы құралдарын негізделді. Мемлекеттік қызметшілердің сапалы құрамы арттырылды. Халықаралық сарапшылар мемлекеттік қызметті жаңғыртудағы жетістіктің басты шарты елбасының мемлекеттікті дамыту мен күшейту барысында саяси ерік жігері деп аталды. Соңғы 20 жылда біздің ел дүниежүзілік банктік рейтингінде